Амансыздар ма, қадірмен дәлеумет эфирде Тұран Түркістан телеарнасымен бірге ақпарат толқынында студияда мен Ақмарал Ғаниқызы сейсенбіге келіп түскен жаңалықтар легімен таныстырамын. Назарларыңыз бізде болсын. Жаңалықтарымызды бастаймыз. Қазіргі таңда Түркістан қаласы аумағында құқық бұзатын азаматтардың саны біршама артып отыр. Осы мақсатта қала прокуратурасымен бірлескен рейдтік іс-шаралар легі жүзеге асып жатыр. Оның басты мақсаты әрбір құқық бұзған азамат өзінің жасаған ісіне жауапкершілікпен қарап, заңға тартылатыны белгілі. Кезекті рейдтік іс-шара жайында келесі бейнесүктен көресіздер. Ағымдағы жылдың өткен мерзіміне көз жүгіртсек, заңды бұзған азаматтарға салынған айыппұлдар мемлекетке қайта өндірілмей келеді. Яғни төленбей қалып кетіп жатқан жайы бар. Осыған орай қала прокуратурасы мен айыппұлдардың мемлекет бюджетіне өндірілуіне баса назар аударылып отыр. Бұл сөзімізге прокуратураның ұйымдастыруымен Түркістан қалалық ішкі істер басқармасының жол патрульдік полициясы және сот орындаушылар қызметкерлерімен бірлесіп өткізген рейдтік шарасы дәлел. Мына бүгінгі күні Түркістан қаласы прокуратурасымен, яғни прокуратураның ұйымдастыруымен, қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлерімен бірлесе отырып, сот орындаушылар бөлімінің қызметкерлерімен бірлесе отырып, қаладағы әкімшілік құқық бұзушылық жасаған азаматтардың, яғни жол жүру ережесін бұзған, сондай-ақ басқа да құқық бұзушылық жасаған азаматтарға қатысты салынған айыппұлдардың мемлекеттік бюджетке өндірілуі бойынша бірқатар іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Осыған сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық жасаған азаматтарға қатысты жергілікті уәкілетті органдармен заңда белгіленген баптармен тиісті хаттамалар толтырылды. Оның ішінде шара көру, яғни айыппұл салу туралы шешім қабылданады. Бұл бағытта, яғни айыппұлдардың мемлекетке өндірілуі қазіргі таңда құқық қорғау органдарымен қатаң бақылауға алынып отыр. Өндірмей жатқан азаматтар бар. Осыған сәйкес Түркістан қаласының тұрғындарының назарына әкімшілік айыппұлдардың өндіру бойынша әрбір азаматтың, яғни құқық бұзушының әкімшілік хаттама толтырылғаннан кейін, яғни әкімшілік құқық бұзушылық туралы қаулы, шара көру қаулысы толтырылғаннан кейін бір ай мерзім ішінде өз еркімен айыппұлды өндіруге құқысы бар. Сондай-ақ бір ай мерзім өткеннен кейін ол мәжбүрлі түрде сот орындаушылар бөліміне мәжбүрлі түрде өндірілуге жолданады. Осыған сәйкес Түркістан қаласының тұрғындарының назарына сіздер осы әрбір құқық бұзушы бойынша айыппұлдарды мерзімінде өндірулеріңізді, яғни төлеулеріңізді түсіндіремін. Сондай-ақ егер де мерзімінде өндірмей сондай жағдайлар болған кездерде осы құзырлы органдармен тиісті шара көрілетіндігін ескертемін. Өңір халқына ескерте кететін жайт, сіздер әрбір жасаған құқық бұзушылықтарыңызға Қазақстан Республикасының әкімшілік заңына сәйкес жауап беруге міндеттісіздер. Осы сынды шаралар алдағы уақытта жоспарға сәйкес жиі өткізіліп тұрады. Ақмарал Ғаниқызы, Антон Лешенко, Тұран Түркістан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. 13 қараша дүниежүзілік зағиптар күні. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының шешімімен осы күн белгіленген болатын. Бүгінде әлемде 120 миллион көзі көрмейтін зағип жандар бар. Шамамен 2020 жылға дейін олардың саны 2 есеге артуы мүмкін. Уайым мен қайғыға, өшпенділік пен көре алмаушылыққа салынбай, қуаныш пен күлкіге өмірлерін арнайтын жандар жайында келесі бейнесүктен көресіздер. Қаламыздағы үш арыс асханасында Дәулет мейрамханасының иесі және аталмыш асхананың басшысының демеушілігімен зағип жандарға арналып ақ дастархан жайылды. Бірінші және екінші топтағы 40 мүмкіндігі шектеулі жандарға шақталған кеште балалар мен жасөспірімдер орталығының өнерпаздары әсем әндерден шашу шашты.
Жарық дүниені өз көзіңмен көре алмаудан артық қасірет жоқ. Дегенмен бұл қиындыққа мойын сынбай өз өмірлерін басқа арнаға аударған қажырлы жандар жетерлік. Солардың бірі Ержан Ибрагимов. Қос жанарын су қараңғы басса да қоғамға лайықты тірлік жасап жүр. Қалалық зағиптар кітапханасының меңгерушісі бүгінгі шараның өтуіне өзі мұрындық болып отыр. Біздің қоғамда 200-дей инвалидтер есепте тұрады, көз мүгедектері. Соларға арнап бүгін дүниежүзілік зағиптар күніне байланысты жиын жасап жатырық, кеш жасап жатырық. Мүгедектерге қанша дегенмен көз көрмейтін болған екен, 4 қабырғада отырып, бір-бірімен байланыспаған екен. Соларға моральдық, материалдық көмек берейік деп, бүгін осы үш арыс асханасында кеш жасап жатырық. Әрине, зағип болғаннан кейін оларға біздің міндетіміз қол ұшын беріп, көмектесіп, жағдай жасауымызға. Енді жиі көмек беретінде жағдайымыз жоқ. Осы демеушілердің арқасында осындай іс-шараларды өткізіп тұрамыз. Бұл дәстүрлі мереке есебінде болып кеткен. Біз жылда өткізіп тұрамыз. Наурыз мерекесі, осы зағиптар күнінің арасында жанарым мен жүрегім деген фестивальдарымыз болады, отбасы тынысы деген фестивальдарымыз болады. Сондай фестивальдарға қатысып тұратын өзіміздің қоғамның мүшелері бар. Соларды шақырып, бастарын қосып, бір-бірімен қарым-қатынас жасасын деп істеп жатқан шарамыз осы. Көзі көрмесе де көңілі ояу, қолы істе, жанарында кінәрат болғанмен еңбегінде мін жоқ. Бұл тағдырдың түрлі тауқыметін бастан кешкен зағиптардың тыныс-тіршілігі. Ал қоғамда рухы биік осындай жандарға қандай қолдау көрсетілуде? Зағиптар қазіргі заманға бейімделіп жатыр ма? Бүкіл әлемдік зағиптар күні қарсаңында бұл мәселеге біз де ден қойдық. Нашар көретін мүгедекпіз. Анда-санда осы бастықтарымыз әйтеуір осындай басымызды қосып, жаңалық барады, не болады, әйтеуір кішкене үгіт насихат дейді, соларды жүргізіп сөйтіп тұрады. Рахмет оған. Жалпы зағип жандарды әлі де болса өмірге икем деп қамқорлау керек. Елбасының тапсырмасы негізінде барлық мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер олармен жұмысын әлі де күшейткені жөн. Зағиптарды жұмыспен қамту және оларды әлеуметтік бейімделуге көмектесетін бағдарламаларға міндетті қатысуын қамтамасыз еткен абзал. Ақмарал Ғаниқызы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. 17 қараша студенттер күні. Осы мерекені Кентау қаласының жастары кеңінен атап өтті. Жастарға көтеріңкі көңіл күй сыйлаған Кентаудың политехникалық колледжі. Онда жаңадан қадам басқан білімгерлерге студенттік билеттер табысталды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Әр адамның жанында ерекше естеліктермен жатталып қалған студенттік өмір ешқашан ұмытылмайды. Сәні мен салтанаты, мәні мен мағынасы мол өмірдің кейіпкерлері студенттердің әр күні мерекеде өтсе де, күнтізбеде белгіленген өзіндік мерекелер бар. Ол 17 қараша халықаралық студенттер күні. Осы күні Кентау жастары ерекше атап өтті. Шаһарда ашылған азғантай уақыт болса да, ең үздік оқу орындарының ондығына кіріп үлгерген Кентау политехникалық колледжі белсенділік танытып келеді. Білімгерлерді оқу ордасының басшысы Серік Айтөреев құттықтап барлық студенттерге ізгі тілегін білдірді. Бүгін үлкен мереке біздің Кентау политехникалық колледжінде. Неге десеңіз, осы түскен биыл осы Кентау политехникалық колледжге 160-тай студент түсті. Барлық жоғы бас аяғы 435 студент оқып жатыр. Өз білімін осы іргесін қалап, алдағы уақытта осы біздің қаламызға облысқа үлес қосатын сондай өз армандары бар. Бойынша біздің Кентау трансхимия заводында стипендия қаралған 11, соның ішінде мынау қатысқан, соны жеңіп шыққан жүлдегерлері бар. Бірінші көшбасы, екінші үміттігі Надежда дейді. Сонымен тапсырдым, көздеріңіз көрдіңіздер, куә болдыңыздар. Енді біздің мақсатымыз осы мынау Қазақстан Республикасының қазіргі кезде мынау орта буын мамандар, техник электр, сапалы мамандар өте аз деңгейде. Біз соған жаңағыдай өз үлесімізді қосамыз. Адамның өмірінде айрықша орын алатын осы кезең үйден жырақта жүріп, өмірді тануға, өзіңді танытуға арналған уақыт десек артық айтқандық емес. Өмірдің жаңа кезеңіне қадам басқан жастар тек білім алуға емес, өмір сүруге ақ пен қараны ажырата білуге үйренеді. Осы орайда білім ғаламынан қадам басқан жас білімгерлерге колледж басшысы студенттік билеттерін табыстады. Сонымен қатар шаһардағы алып зауыттың білім қуалаған жастарға арнаған көшбасшы студенттік ақыл алатын жастардың есімдері мәлімдеді. Жиынға келген ата-аналардың да балдардың жетістікке жетуіне арқау болған трансформатор зауытының басшыларына айтар алғыстар шексіз.
Группа Э114. Қызығы мен шыжығы мол сол бір 4 жыл талай әдемі де әсерлі әңгіменің арқауы болып көргін қыздыратыны хақ. Кендігенттегі алып зауыттың жанынан ашылған оқу ордасы биылдың өзінде 160 баланы қабылдаған. Жалпы онда 435 студент білім алады. Тіпті шетел азаматтары да осында білім алуға келген. Себебі техникалық маман қазіргі таңда тапшы саланың бірі. Аталмыш колледжде дуалды жүйемен білім беріп, 3 тілді тұғырлы заман талабын ұстанады. Қазақстанға келіп білім алып жатқаныма қуаныштымын, өйткені бізде өте қатты жылы қабылдады. Мұнда оқимын деген жастарға барлық жағдайлар жасалынған дейді ауғанстандық Башир Ахмад. Мен бүгін өте қуанымын, себебі бүгін біздің мерик болады. Бүгін бар студенттерге өте қуан болады. Студенттерге күні құттықтаймын. Біз бүгін билеу керек, біздің ән айту керек. Бүгінде еліміздің студенттер тек білім алып жатқан жастар емес, қоғам жұмысына белсене араласып өз үлестерін тигізіп отырған қауым. Қай істе болмасын, өздерін тек жақсы қырынан көрсетіп, үлкенге бауыр, кішіге мейірімді аға бола білетін жандар. Бір кісіде жұмылып, еңбек етіп келеді. Осы орайда политехникалық колледждің жастарын айтуға болады. Осы колледжге түскен үшін өте қуаныштымын. Осы студенттер күнімен бәрін құттықтаймын. Мен осы Аллагим электр компаниясына өз үлесімді қоса аламын деп сенімдемін. Еліміздің білім саласына көп көңіл қойып, бар жағдайды жасап отырғанын қазір де шетелдіктер де мойындап отыр. Оған дәлел бүгінгі мерекені шат-шадыман атап өткен политехникалық колледжін арқау етуге болады. Аталмыш кеш жастардың әсем әуендері мен көңілді ойындармен ұласты. Жанна Әлімбаева, Абакан Нарбайұлы, Тұран, Түркістан. Соңғы ақпарат, Кентау қаласындағы дарынды балаларға арналған дарын аймақтық мектеп-интернатының оқушылары Анталияда өткен 6-шы халықаралық олимпиададан жүлдемен оралды. Барған 8 оқушы да құр алақан қайтпаған. Салтанатты түрде оларды ұстаздары мен мектеп ұжымы және құрдастары қарсы алды. Толығырақ Жанна Әлімбаеваның бейне үзігінде. Осылайша қазақтың білімгер жастары тек елде ғана емес, өзге мемлекетте де талай белестерді бағындырып келеді. Түркия мемлекетінің Анталия қаласында өткен 6-шы халықаралық олимпиададан дарын жастары жеңіспен оралды. Мектеп ұжымы оларды салтанатты түрде қарсы алып алғыстарын жеткізді. Түркия мемлекеті шетел жастарынан озып шыққан қазақтың қаракөз қыздары мен ұлдарын ғана емес, олардың осындай жетіске жетуіне үлесі мол ұстаздарына да алғыс хаттарын жолдаған. Наша школа города Кентау Дарын начала год успешно. Біздің дарын мектебінің оқушылар жыл басынан бері жемісті болып келеді. Себебі қыркүйек айында Москва қаласына жолдама жеңіп алып, ондағы Ломоносов атындағы университетте 11 сынып оқушылары тәжірибе алмасып қайтты. Түрлі жарыстарға қатысты. Ол жақтан 2 грамота мен 8 сертификат алып келді. Осындай жастарды біліммен сусындатқан ұстаздарына алғысым шексіз. Себебі мұнда тәжірибесі мол білімді ұстаздар еңбек етеді. Тағы да ұстаздарға айтар алғысым шексіз. Олимпиадаға қатысқан 650 жас буын ішінен бірінші орынға ие болған Диана Күнтуарова 6-ші сыныптан бері математиканы жанына серік еткен ол ұстаздардың үмітін ақтады. Қазіргі таңда Диана Серғазы қызы 10-ші сынып оқушысы, 11-ші сыныпқа дейін әлі талай биіктерді бағындырады дейді ұстаздары. Аталмыш олимпиададан математикаға 300 үміткер болған. Солардың алдыңғы шегінен орын алғаныма қуаныштымын. Сонымен қатар осы байрақтың арқасында көптеген достар таптым дейді жеңімпаз Диана. 6-шы халықаралық олимпиадаға Анталияда өткен. Осыған жалпы 650 адам қатысты. Оның ішіндегі 300 математикадан қатысты. Маған осы көптеген білім берген Гүлжезира апайыма көптеген рахмет айтқым келеді. Және де олимпиада өте қызықты өтті. Қиын да болды, жаңа достар да таптық.
Дарынды балаларға арналған Дарын аймақтық мектеп-интернатының жеңісі тек бұл ғана емес. Жылда оқушылары көптеген жарыстардан жеңімпаз болып жатқан жайы бар. Оған дәлел білім және ғылым министрінің тағайындаған ең үздік мектеп лауреатына осы білім ордасы да жатады. Жылдағы ұлттық бірыңғай тестілеуден ең жоғарғы көрсеткішті көрсетіп келеді. Соның арқасында 16 миллион теңгелік сертификатқа ие болған. Ол қаражатты ескірген мектеп базасының жөндеу жұмыстары мен балалардың білімін одан арман қарай шыңдай түсетін құрылғылар аламыз дейді мектеп басшысы. Жанна Әлімбаева, Әбубәкір Нарбайұлы, Тұран Түркістан. Тұран Түркістан телеарнасының ақпарат толқыны сейсенбіге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Сәрсенбіде қауышқанша аман болыңыздар.